Құрметті менің оқырмандарым, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі оқитын әңгімемнің аты Жәбірейіл үйреткен сөздер. Пайғамбарымыздың аяулы қызы Фатима кітабынан алынған. Әділет Фатиманың мінезі өте сыпайы, бітім болмысы ерекше жан еді. Зеректігімен әр нәрсенің астарын терең ұғатын. Жомарт, дархан, кешірімді және батыл болатын. Озбырлыққа мүлдем жол бермейтін, бірақ ешқашан тәкаппарланып мақтанған емес. Алла елшісінің айналасындағы адамдардың ең жақсы қасиеті өтірік дегенді білмейтін. Өтірік пен иманның бір жүректе болуы да мүмкін емес. Туралық, шынайылық олардың нағыз табиғи болмысы еді. Тек Әзірет Фатима ғана емес, Әзірет Әли да өтірікті жек көретін. Күнделікті тіршілікте бола қалатын келеңсіз жағдайлардың өзінде ешқашан бір-біріне өтірік айтпаған. Фатима анамыз жұбайын қуантуды ғибадат деп санаған әйелдің міндеттерін беріліп атқаратын. Әзірет Әли жорықтан, соғыстан кейде жараланып оралатын. Ондай кезде Әзірет Фатима күйеуін жылы жүзбен қарсы алып, жарасын таңып, бар жағдайын жасайтын. Әзірет Әли бір сөзінде былай деген: үйге шаршап келгенде Фатиманы көріп, барлық қайғы-мұңымды ұмытып кететінмін. Әзірет Әли мына бір оқиғаны баяндайды. Фатиманың үй шаруасынан шаршайтынын байқайтынмын. Менің де әрдайым құдықтан су тартудан денем ауыратын. Аз да болса жұмысын жеңілдету үшін бір күні Фатиманы қызметшісі сұратып алып Алла елшісіне жібердім. Фатима Алла елшісіне барған кезде Расулалла бір кісілермен сөйлесіп отырғанын көріп, еш нәрсе айта алмай қайтып кетеді. Ертеңінде тағы да барады. Алла елшісі оған: бір нәрсе айтайын деп пе едің, бірдеңе керек пе деп сұрайды. Фатима: жоқ, жай сәлемдесу үшін келдім деп ұялғаннан бұйымтайын айта алмапты. Мұны маған айтқан соң Фатиманы ертіп Алла елшісіне бардым. Уа Расулалла, су тарта денем ауырады дедім. Фатима да менің сөзімнен кейін басылданып: менің де ұн тартудан қолым ауырады. Біресе қамыр илеуге жүгіремін, біресе нан пісіруге жүгіремін. Тұтқындардың бірін қызмет берсеңіз деді. Алла елшісі: уаллахи, аштықтан қиналған суфа сахабалары тұрғанда сендерге қызметші бере алмаймын. Бүгін оларға беретін ештеңе таппадым. Мына тұтқындарды сатып ақшасын соларға беремін деді де Жәбірейілдің маған үйреткен біраз сөздерін сендерге үйретейін. Түнде жатар кезінде 33 рет Субханаллах, 33 рет Әлхамдулиллах, 34 рет Аллаху Акбар деңдер деді. Уаллахи, сол күннен бері осы тәсбихтерді еш тастаған емеспін.